Бұл видеода біз Google Docs'та немесе құжаттар білім беру процесінде қалай тиімді қолдануға болатынын қарастырамыз. Алдымен платформаға кіру қажет. Ол үшін браузерде docs.google.com деп жазамыз, немесе Google қолданбаларының арасынан Docs қолданбасын таңдаймыз. Google Docs бұл құжаттармен жұмыс істеуге арналған тегін бұлттық қызмет. Оның көмегімен сіз мәтіндік құжаттарды онлайн режимінде дайындап, сақтап, өңдеп, әріптестеріңізбен немесе оқушыларыңызбен бірлесе жұмыс істей аласыз. Google Docs интернеттегі кез келген құрылғыдан қолжетімді онлайн мәтіндік редактор. Ол Microsoft Word бағдарламасына ұқсас, бірақ көптеген қосымша мүмкіндіктерге ие. Google Docs'ның ерекше мүмкіндіктерінің бірі ол қосымшалар. Әр түрлі кеңейтімдер оқу материалдарды дайындауды жеңілдетеді. Мысалы, Math қосымшасы математикалық формулаларды енгізуді жеңілдетеді. GPT-4Docs қосымшасы мұғалімдерге мәтіндерді жылдам құрастыру, түзету және мазмұнды кеңейту үшін жасанды интеллектті қолдануға мүмкіндік береді. Google Docs'та оқу материалдарын интерактивті ету үшін бірнеше әдісті қолдануға болады. Мәтінге гиперсілтемелер қосып, оқушыларды қосымша ақпарат көздеріне бағыттауға болады. Кестелер, диаграммалар, суреттер қосу арқылы визуализацияны жақсарту, материалды түсінікті және қызықты етеді. Құжатты әріптестеріңізге немесе оқушыларыңызға жіберу үшін бөлісу батырмасын басып, шақыру жібере аласыз, немесе сілтеме арқылы доступ ашуға болады. Google Docs'та бір құжатты бірнеше адам бір уақытта өңдей алады. Құжаттағы белгілі бір мәтінге пікірлер қосуға, түзетулер енгізуге және ұсыныстар беруге болады. Бұл функция қателерді түзетуге және топтық жұмыс кезінде идеялармен бөлісуге өте ыңғайлы. Google Docs құжаттарды автоматты түрде сақтайды. Құжаттың өзгерту тарихын қарап, қажет болған жағдайда алдыңғы нұсқаларын қалпына келтіруге болады. Интернетке қосылмаған кезде Google Docs құжаттарымен жұмыс істеуге болады. Google Docs'та сіздерге ыңғайлы шаблондар жасауға болады. Мысалы, сіз сабақ жоспарыңыздың шаблонын жасап, оны әрдайым қолдана аласыз. Google Docs мұғалімдерге құжаттарды өңдеуге, әріптестермен және оқушылармен бірлесе жұмыс істеуге, тапсырмаларды тексеруге және білім беру процесін тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік беретін өте пайдалы құрал.